Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге қас пен кірпікті қалай тез өсіруге болады, сол туралы нақты айтатын боламын. Ең алдымен менің 1001 пайдалы кеңес арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып алуды ұмытпаңыздар. Қазіргі күнде жасанды қас пен кірпік көбейіп кетті. Табиғилық жоқ деп сын айтатындар да көп. Тәртіпке бағынбай шашырай өскен немесе өте сирек қас сұлулығыңызды жоққа шығаруы да мүмкін. Қас бет-жүздің сұлулығында ерекше рөл ойнайды. Себебі селдір шашырай өскен қас беттің сұлулығын айшықтай қоймайды. Нәзік жандылардың сұлулыққа құмар келетінін ескерсек, осындай қастың иесі үнемі оны бояп, жан-жағындағы артық қастарын ретке келтіріп, бояу жағып жататыны да жасырын емес. Ал жасанды қас пен жасанды кірпікті көп жасайтын кісілердің өзі негізінде табиғилықты ұнатады ғой. Әрине солай. Алайда жаратылысынан қасы сирек, амалсыз жасанды қас жасатуға мәжбүр болады. Бірақ қас пен кірпікті қалыңдатудың, яғни өсірудің жолдары бар екендігін білсеңіз, егер шыдамдылығыңыз, ерік-жігеріңіз жетсе, сіз табиғи қалың қас пен кірпіктің иесі бола аласыз. Бұл күтім түрлері сізге айтарлықтай көп уақытты да алмайды және көп қаражатқа да шығындалмайсыз. Тек қана күн сайын 15 минут уақытыңызды қас күтіміне және кірпік күтіміне арнасаңыз болды. Қастың түптері бекем, жылтыр болып, әдемі болып өсетін болады. Жалпы қас күтімі үшін тарау, нәрлендіргіш құрал, уқалау, яғни арнайы массаж және коррекция жасау қажет. Косметикалық дүкендерден қазіргі күнде барлығында табуға болады, алайда оның өзін дұрыс таңдау қажет. Егер қалтаңызға артық шығын түспесін десеңіз, үй жағдайында да түрлі азық-түліктер, табиғи дәрілік шөптерді пайдалану тәсілдері арқылы да әдемі қас пен әдемі кірпікке қол жеткізуге болады. Яғни ол үшін сізде түрлі майлар болуы керек. Зәйтүн, бадам, шабдалы, кастор, күнбағыс және ошаған майлары болса болғаны. Қасты күн сайын ерінбей тарап отыруды әдетке айналдырыңыз. Ол үшін сізге арнайы қас тарағы немесе кірпік бояйтын туштан босаған қаттылау щетка керек болады. Егер мұндай щетка өзіңізден табылмаса, қолданылмаған жаңа новый тіс щеткасын пайдалансаңыз да жарайды. Әуелі қасты өсіру тәртібіне қарама-қарсы бағытқа қарай тараңыз, одан соң келесі бағытқа қарай тараңыз. Тарау арқылы қастағы артық түктер мен шаңдардан арыласыз. Сонымен қатар қастағы қан айналымы да жақсарады. Осыдан келіп қасыңыздың өсуі де ретке келеді. Тарап болғаннан кейін арнайы бальзам жағып қойыңыз. Егер бальзам болмаса, оның орнына касторовый масло, яғни кастор майы, ошаған майы немесе зәйтүн майының бірімен алмастыруға болады. Щеткаға бірнеше тамшы майды тамызып, немесе щетканы майға батырып, қасыңызға жағыңыз. Болған соң қағаз майлықпен, яғни салфеткамен қасыңыздың үстін жеңіл басып, артық майларды сіңіріп алып тастайсыз. Қасты қалыңдату үшін 10 мг зәйтүн, 15 мг кастор майын алыңыз. Екеуін жақсылап араластырып, дайын болған қоспаға қастың көлеміндей етіп, кесіп алынған дәкені малып алыңыз. Бұл тампонды мұқият қастың үстіне қойыңыз. Қалғанын кейінде пайдалану үшін қараңғы, құрғақ жерде сақтап қойсаңыз болады. Ұзақ уақыт бойы құрамы өзгермейді, қорықпай таусылғанша қолдана беруіңізге болады. Пайдаланар алдында ыдысты шайқап алғаныңыз жөн. Келесі шабдалы, жержаңғақ бадам майы мен компресс жасау. Осы аталған 3 түрлі майды жеке өзін немесе бірдей көлемде араластырып, қасыңызға немесе кірпігіңізге компресс жасасаңыз, қасыңыз жылтыр, кірпігіңіз ұзын, қалың болып өседі. Ол үшін майды ысытып, дәкемен тампон жасап алыңыз да, ыстықтау майға батырып, қасыңыздың үстіне мұқият қойыңыз. Оның үстінен пергамент қағазын қойып, дәкемен басыңызды айналдыра таңып қойыңыз. Бұл компрессті 15 минуттан кем ұстамаңыз. Сонымен қатар қасқа массаж жасауда пайдалы және де дәруменді кремдерді жағып, қасыңыздың үстіне массаж жасасаңыз, теріге тез сіңеді. Сол арқылы қасыңызды азықтандырасыз. Нәрлендіруші кремді үй жағдайында дайындасаңыз да болады.
Ол үшін бір құты ланолин креміне 15 тамшы Е дәруменін және 30 тамшы А дәруменін қосыңыз. Дәрумендер кез келген дәріханаларда сатылады. Осылай өзіңіз дайындаған кремді аптасына бірнеше рет пайдалансаңыз болады. Ал егерде қасыңыз бен кірпігіңіз төгіліп, сиреп бара жатқан жағдайын сезсеңіз, уайымдамаңыз. Сиреген қас пен кірпікті тез арада орнын толтыруға болады. Ол үшін сізге тек қана бадам майы қажет. Бадам майын қасыңыздың үстіне жағып 10 минут күтіңіз. 10 минуттан соң жуып тастау қажет емес. Тек қана таза дәкемен немесе қағаз майлықпен сүртіп алсаңыз жеткілікті. Бірнеше күн бойы осылай жасасаңыз, оның нәтижесінде тез арада көретін боласыз. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Егер ақпараттар ұнаған болса, менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.